Сәлем баршаларыңызға. Бүгін сіздерге керемет вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге керегі ең алдымен 4 жұмыртқамызды венчикпен араластырып аламыз. Үстіне одан кейін 150 грамм қантымызды қосып, тағы да венчикпен араластырып аламыз. Кейін ерітілген 100 грамм сары майымызды қосып, біркелкі масса дайындаймыз. Одан кейін 200 грамм ұнымызды ситадан өткізіп дайындап аламыз да аз-аздан қосып араластырамыз. Біркелкі дайын масса шығу керек. Осы уақытта вафельницамызды қыздыруға қоямыз. Вафельницамыз қатты қызғаннан кейін бір үлкен ас қасықтан сала отырып, вафлиларымызды пісіріп аламыз. Жасалуы өте оңай, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дәмі балалық шақты еске түсіретін өте қытырлақ вафлилар шығады. Сіздермен болған Кәмшат. Міндетті түрде менің басқа да видеоларымды қарап, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.